Бүгінгі тақырып әкенің мейірімі. Жылдар бойы оның жары өмірден өткен еді. Кішкентай үйлерінде тыныштық орнайтын. Тек әр таң сайын шашы үрпиген қызының күлкісі ғана естілетін. Әкесі күн шықпай жатып, оянып қызға таңғы ас дайындайтын. Мектеп сөмкесін реттейтін. Оған анасының жоқтығын сездірмеу үшін әрдайым күлімдеп жүретін. Кешке жұмыстан шаршап келсе де, жүзінде сол жылу бар күлкі сақталатын. Қызының шашын өріп беретін. Бірге сабақ қарап, анасы жайлы ертегілер айтып, қызының жалғыз сұратпауға тырысатын. Адамдар оған үйлен, өз өміріңді құра деп айтатын. Бірақ ол әрдайым бір ғана сөзбен жауап беретін. Менің өмірім күн сайын құшағымды ашып қарсы алатын осы кішкентай күлкім. Жылдар өте берді. Қызы ержетіп университетке түсті. Түлектер күнінде медаль алған сәтте әкесіне қарай